Assalamualaikum dostlar. Bugün bizde Samsung sırayla maşinası Pacini'ye gelip falan. Bugün sonuç öndeyimiz. Biraz bunun tövbesini açamız. Ardından iki şırtlı ağıtamız. Nажақ бетінде екі шүртті босатамыз. Порошок салынатын жерде. Шлангысын босатып аламыз. Астындағы шлангын босатып аламыз. Осылай. Мынаны босатып аламыз. Мына жағы арасында. Soppa. Şıkpay kalgan жағдайда өстіп итерсек болады. Енді мұны алдыңғы қуатасын босатамыз. Мына жерінде жүр. Şiştirlerini altımız yani.
осылай бар. Ендігі кезекте мына ішіндегі манжеттің ішіндегі сымды алып аламыз. Мынаның ішінде сым болады, манжет ұстап тұратын. Жоғары көтеріп шығарып аламыз. Осылай. Рамбай тартсаң өзі шығады. İçine kırgızып жібереміз. Сосын енді мына жоғары жақтағы 2 шурупты, асты жағындағы 3 шурупты босатып аламыз. Былай. Ендігі кезекте бізге ыңғайлы болу үшін бұны жатқызамыз. Астындағы 3 шурупты босату. Енді астындағы 3 шурупты босаттық. Есікті алу үшін орнынан тұрғызамыз. Сосын астында шлангын шығарып аламыз. Бұлай. Бетін сынап ала саламыз. Оңай алынады. Мынаны бұлай отвертінің жанынан көтерсек, бері қарай шығады өзі. Осылай. Жаймен көтеріп алсақ, бері қарай шығады. Осылай аламыз. Сосын есікті жоғары көтеріп, есіктің қолтын мына жақтан ішкекті шығарып аламыз астына. Осылай есікті аламыз. Ендігісі мына артқы жағындағы каналдарды босатамыз. Жоғарысын былай тартсақ өзі шығады. Осылай. Мына ременін ағытып аламыз. Ендігі кезекте мына моторын ағытып аламыз.
Енді мына тиынның сымдарын ақтамыз. Былай. Мына датчикті де. Тиын қатып болған сияқты ма? Осылай шешіп аламыз. Ендігісі алдыңғы жағындағы бетонкілерді босатып аламыз. Мына алдындағы 6 болтты бетонкідегі босатып аламыз. Ендігі кезекте Төбесінде бетонкіні босатып аламыз. Мына жерде бетонканы алып алдық. Астындағы, астында пломба қатырылып тұратын шлангыны аламыз, босатамыз. Мына хомутын босатып аламыз. Осылайынан. Сосын мына жоғарғы қатқанды парашюткін сосын мына пресседатқа келген шлангыны да босатамыз. Мына астындағы хомутты босатамыз. Былай шлангымен бірге аламыз. Осылай. Ендігі кезекте төбесінде тұрған пружиналарды ендігі кезекте пружинаны жоғары көтеріп шығарып аламыз. Осылайынан бірі сосын мына бетіндейіз. Осылай көтеріп бір шетінен шығарамыз. Бұны біз ішінен шығарып алдық. Енді мына болтты босатамыз. Жетінші болтпен осылайынан босатып аламыз. Былай жоғары суырып аламыз. Барабанды оң қаратамыз. Ендігі кезекте шет-шетіндегі айналдыра қатырылған
болттарын барлығын босатып аламыз. Шетшеден болттарды босатамыз. Жан-жағын болттың бәрін босатып алдық. Енді бұны жоғары көтеріп аламыз. Мына барабанды ендігісі шешіп аламыз. Мына шығып тұрған темірді ішіне алып бетіндегі сальникті аламыз. Оңай әрі жылдамалу үшін монтировканы қолданамыз. Мынау былай тұрып, өз шығып. Міне подшипник төгіліп қалған. Жарамайды. Бұны алу үшін былай қоямыз, арғы бетіндегісін ұрамыз. Осылайынан подшипникті шығарып аламыз. Мынаны шығару үшін арғы бетіндегісін ұрамыз енді. Бұны подшипнигі төгіліп қалған міне. Валдың новый подшипнигін салдық. Мына ішкі подшипник 205 деген. 204 деген подшипник. Лажы болса подшипниктің мынандай закрытыйын салу керек. Мынандай простойдан гөрі. Так, енді қазір бетіне сальнигін саламыз. Так, бұны салған кезде, бірінші салған кезде, мына подшипник, мына нелерін, ернеу нелерін тазалау керек, кіріне болмау керек, ешқандай таптаза салған дұрыс. Сальникті енді орнына саламыз. Мына өз ішіндегі заводская солидора сальник. Подшипнигіміз нағанды. Сальнигіміз толық отырды. Енді барабанды саламыз. Одан бетін жабамыз. Так, одан бұрын мына ернеудегі мына кірлерін тазалаған дұрыс. Ол ертең мына резинаға жатады да, сіз қанша тартқанмен мына кірлер толық отырмай су жіберетін болып қалады. Әсіресе мына тенің маңайы, мына төменгі жақтары. Лаж болса тазалағандарыңыз дұрыс. Ол енді жинаймыз қазір.
Ой.